Алматы қаласына заказ удобрение апару керек. Средний расходы 9-да 6 болып тұр. Заправкаға кіріп алайық. Гелиос тең деген кезде 10-да 3 деген ғой. Прямой клиенттің өзінен алатын болсаңдар жүкті, олар беретін баға. Мына жол емес қомнау деген. Қордай беріп алына 5-ші скоростьпен шығып жатырмын, қиналмай. Ал ассалаумағалейкум жігіттер, Алматы қаласына заказ шығып, Құдай қаласа қазір Алматы қаласына Шымкенттен жолға шығайын деп жатырмын. Заказ удобрение апару керек. 20 қап удобрение, бір салмағы шамамен 1 тоннаға жуық. Оған жетпеуі де мүмкін деді. Клиент кеше түнде звондап, бағасын келісіп, енді барлықтарыңызға бағасы қызық қой. Ең бірінші бағасына келетін болсақ, жігіттер точный суммасын айта алмаймын. Оған енді ренжімейсіздер деп ойлаймын. Мен де бұнымен бала шағамды бағып отырмын, ақша тауып отырмын. Бензин бітіп қазір көшем. Енді суммасы 100 мыңнан жоғары. Солай айтайын, примерно 100 мыңның үстінде келістік бағаға. Енді қазір соны барып алып Алматыға шығып кетем. По пути енді майда шүйда жүк болса, соларды қарап отырмын, расходың бар дегендей. Ақша ешқашан көпті кетпейді ғой. Вот солай жігіттер, арнаға тіркелмесеңіздер, арнаға тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, сөйтіп кетіңіздер, қолдау көрсетіп, осы машина жайлы барлықтарыңызға қызық, барлықтарыңыз білгіңіз келеді, барлықтарыңыз осы машинаны алғыларыңыз келіп жүр. Енді мен по пути расход қалай болып отыр, трассада қалай жүреді, сөйтіп барлықтарын түсіріп, солайынан отырамын. Ал жігіттер кеттік. Ал тағы да айта кететін жайт, көп жігіттер қолдап жатыр. Сол жігіттерге рахмет жігіттер, от души. Іске сәт деген сияқты комментарийларды көрген кезде қуанып, бір көңіл көтеріліп қалады. Енді арасында негатив комментарийлар да бар. Оларға да Алла разы болсын. Ал жігіттер кеттік. Ал жігіттер, неге келіп қалдым? Жүк алатын жерге, примерно осы жер. Ақсукент деген жер, Беловод деп аталады. Шымкенттен шыға берші жерде же. Дальше былай қарап Алматы шығып кетеміз. Соны бас қатып отыр. Қайтып Шымкентке барып жүргізлесем бе екен, или осымен бұйырған болар деп кете берсем бе екен деп, Тараздан көрсем бе екен по пути деп. Пока индрайвер тыныш, индрайверден қарап отырмын. Пока Алматыға шығып атқан жоқ. Алматыға сол 1 сағаттан кейін шығып бастайшы. Короче, жаңа жүкті алдым. 20 қап салды. Бір қабы где-то бір 20-25 килограмм. 500 килограмм да общий. Жалпы салмағы. Енді бағасына стоит та. Прямой клиенттің өзінен алатын болсаңдар жүкті, олар беретін баға, нормальный беретін негіз клиенттер. Өкінішке орай бізде логист деген бір мамандық бар. Енді барлық емес, жақсы логисттер де бар, өзінің үстінен бір 10%, 15%-ін алып отырады. Ондай логисттер бар. Ал енді андай өтірік логисттер де бар. Курс оқып алады, өтірік курстарды. Сөйтетті, 100 мыңға алса, бізге 50 мыңға береді. Перевозчиктарға газелистер бар, көп қой қазір. Соларға 50 мыңға береді та осы жүкті. Өйткені мен көріп жүрмін, біліп жүрмін бағасын қандай болатын деп бұндай жүктердің. Енді ол әр логисттің аппетитіне байланысты. Енді біреулер 20 мың алып қалады, мысалы 80 мыңға береді. В общем, солай жүктер әр логисттің өзінің аппетитіне байланысты ол. Енді қанша алады, өздері біледі. Енді ол біз білмейміз та, олар қаншаға алды. Солай, так что желательно өздерін клиент тапқан дұрыс та. Өздерін клиент тапсаңдар, олай жетеді ақша. Құдай қаласа жолға шықтым ал. Так, қазір бензин полный қылып алайын. Жатып тұр, қазақ ойылдан қазір. Полный заправка шығып алып. Ушел, аман жол, короче, Алматы. Фуристы нехтан кіре аламыз ба? Так, полный заправка 7750 теңге болды. 34 литр.
Ал кеттік ал трасса құдай қаласа. Жаңа короче шуға мебель шығады. Сонымен хабарлассамыз. Бағасын келісе алмаймыз короче. Сонымен жарайды бұйырғаны болар деп танып адам. Бұйырғаны болар деп трассаға заправка бензинді құйып енді шыққан жол еді. Мебель звондап тұр. Братан алып кетші срочно деп. Сонымен обратно қалаға келдім. Шымкентке келіп, индрайверді қосып қойсам, шуға не шығады ғой? Памперс шығады. И памперсті хабарласам, келсеміз бағасын. Сонымен памперске келдім да, памперс салып алдым қазір артына, қазір көрсетем бәрін видеомен. Сонымен подгузник шығаратын бір мини цех екен. Алматыға да телефонмен сөйлесіп жатыр да, Алматыға қазір жіберуім керек деп. Сонымен оны талып алғансың ғой. Жол болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан деп. Жолдан шуға кіріп тастаймын мебель мен памперсті. И дальше Алматыға. Пока кассы енді 200-ге жетпейді, сәл жетіңкіремей тұр 200-ге. Тағы да қарап жатыр, мен машина негізі жартысы толайын деп тұр. Майда шүйда болса тағы алып кетем. Осылай жігіттер. Үшінші точкеге келдік қой, склад екен мынандай. Мынандай склад. Ал мебельдер тұр. Шу қаласына мебель. Короче, мынау 20-ға удобрение, мынау памперстер Шуға, Алматыға да бар. Осылай жігіттер ит өз. Осымен енді шыға беруге болады. Кассы 200-ге сәл жетпейді енді. Жігіттер теп болдық. Мебель 350 килограмм. Примерно 1 тонна. Общий весі 1 тонна. Ал кеттік ал жол болсын. Жағамыз. Жаңа жігіттер кеп шыға батыр. Қызығып. Газелдің баллондары ма деп, баллондар портада дейтін жігіт екен. Жақсы екен, биік екен, дәу екен, газель сияқты екен портерден деп. Ал жігіттер кеттік ал, осымен бұйырғаны болар. Ал кеттік ал, трассаға түсіп алдық, құдай қаласа. Енді қазір Шуға барамыз. И дальше Алматыға. Трассада мен осылай стабильно 90-мен отырамын мен. Бұдан артық қинағым келмейді машина шынымды айтсам. Трассада осы әдем скорость. Оның үстіне жолдың да сапасы бізде керемет емес та, қаттай дейтіндей. Осылай тегіс соқып келеді да, сразу ямы шығады. Тормоз басып тоқтай алмайсың, легко болар сияқты. Бірден бұрылып кете алмайсың. Сонымен амал жоқ, өтіп кетесің ғой.
9-да 8 көрсетіп келе жатыр. Мынау қазіргі жеп келе жатқан расход қой мынау. Мынау общий средний расход. Средний расходы 9-да 6 болып тұр. Шымкенттен шығып жатқанда полный бак құйдым. Содан 2 палочка түсті міне. Так, мынау сол кезде мен километраж 0-ге қойдым. Так, 209 километр жүрдім Шымкенттен шыққаным. Содан 2 палочка түсті. 10 литр жеп келе жатыр. Қазір енді заправкаға барғаннан кейін точный қанша жегенін есептеп көрсетемін. Расход қой, бірінші очередь грузовойда расход бәрі сұрайды, расход қандай деп. Вот сол сұраққа қазір осы Алматыға жетіп алғаннан кейін Құдай қаласа жауабын беремін, қанша жегенін. Заправкаға кіріп алайық. Гелиос тұрген, как раз менде Гелиостың бонусы бар телефонда. И бакта жартыға зәл жоғары көтеріліп тұр, сонда да құйып ала салайық. Қазір көреміз қанша литр жеген, точно. Борт компьютер 9 литрді көрсетіп тұр, 10 литр көріп тұрды почти міне. Енді сол қаншалықты рас шындығын қазір көреміз тексеріп. Так. 27 литр 6400 теңге. Так, 27 литр кеткен 6400 теңге. Қазір есептейміз қанша алған. Так, мынау 262 километр жүргенмін и 27 литр. Бұлай есептеймін мен енді, әркім әр қалай есептейді. Әркім әр қалай есептейді. Мен өзімнің тәсілім бар. Бейтем 27 литрді бөлеміз 262 километр ғой, соны 2,62 тең деген кезде 10-да 3 жеген ғой. Мұны да сәл аз көрсетіп тұр. 1 литрдей аз көрсетеді. Негізі бұл постоянно аз көрсетеді, қай машинада болсын. Фактически міне 10-да 3, 1,5 тоннадай ғой енді груз. Точносын білмеймін, бір плюс-минус 1,5 тонна груз. 10 литр ғой. Что там қалай жігіттер расход. И әр заправкаден кейін мен мынаны 0-ге қойып отырам негізі. Суточный пробегті. Вот 0 болды, дальше кеттік енді. Келесі заправкаға дейін қанша жейді, соны көрейік. Так, шу, я это хочу деп шуға да кеп қалдық. Так, мына ішінде жаңағы мебельді апарып берем, одан кейін памперстер бар и дальше, короче, Алматыға шығып кетем ғой. Ұйқыға сып сөйтіп келеді. Трассаға, Алматинский трассаға шығып көзіл балам ғой. Шу мен Луговойдың екі ортасында жаман ұйқы қыста боламын. Так, мына мебелін берейін мен. Так, мебель кетті мұндай. Үйге алып кеп тастадым. Так, келесі. Памперс. Адрес памперстік. Айналып көлу керек екен. Айналып көлу керек темір жолдан, ана жақтан. Екінші точкаға да тастадық памперс, короче, инвалидный коляска. И Алматыға кеттік. Қазір Алматинский трассаға шыққаннан кейін бір демалып алсам ба екен деген бір ой келіп тұр. Оның үстіне группада бір жігіт Шымкенттен келе жатыр екен. Сондықтан күтсем бе екен деп бәрібір қазір таңғы 3-4-терде Алматыға барасың, оған барғанда не істеймін деп. Одан да демалып алайын деген бір ой келіп тұр.
Мына жол страшно ол. 1 сағат болды деймін, 20 мен кетіп қалғанына, 20-30 жол жоқ, вообще жоқ. Шудың әкімі бар ма, жоқ па? Мына жол емес қой мынау деген. 1 сағат болды ғой келатқанына. Ассалаумағалейкум жігіттер, қайырлы таң. Түнгі 1-де жатып едім, 1-2 сағат көз іліп алайыншы деп. Сағат 7-де тұрыппын ғой. Мына жерде машиналар толып тұрады, кетіп қалыпты ғой бәрі тек. Фура тұр, газель тұр болды. Шудың жол шаршатып жіберді шынына келген кезде түнде шумен. Қордайдың ортасындағы жол ремонт болып жатыр ма? Жол жоқ, асфальт, гравий жол. 2 сағат жүрдім о деймін, 60 километрді 20-30-20-30-ден сол шаршатып жіберді адамды. Бензинді бітіп жатыр екен, 2 балчықтар. Бензин құйып алу керек. Ал, кеттік ал. Расход өзгерді, расход 14 литр болып келатыр. 14 болғанмен компьютер 14 көрсеткенмен машинаның өзі 1,5 литр, 1 литр аз көрсетеді, 15-тей жетіп келатыр. Олай болу себебі алдымыздан жел болып тұр да. Сол себепті расход көбейіп келатыр. Машинаның жүрісі де тартпай ауыр келатыр да. Жел боковой кузовтың борттары желді ұстайды да қанша дегенмен. Сол себепті расход осындай өп кел жатыр. Бензинді сәл бітейін деп келатқаны бар, но жетеді. Қордайға кеп қалдық қой. Енді бұның расходы 10 литр мен 15-тің арасында ғой. Бәр идеальный, жел жоқ болса 11-12 жейді. Енді кеше бірақ 10 литр жеді. Шымкент пен Тараздың арасында 10 литр жеді. Одан кейін 12-13 болды. Қазір енді 14 болып келатыр. Жел күшейді ма, соған қарағанда сондай факторлар болады енді. Желдің бағыты ауысқанда бұрылдым да. Қазір жел арттан соғып тұр, күйік перевалына шығып жатыр көй, то есть Қордай перевалына 5-ші скоростьпен шығып жатыр, қиналмай. Өйткені жел арттан скорость 100-ге жақын. И расход та азайды. 12 литрге түсті, сразу. Жел жаман рөл ойнайды, расходыңа да барлығына. Жаңа перевалға шығып жатқанда расход көбейіп кетті, қызыл жанады ғой. Бензин бітіп қазір өшем деп ойлағам ғой. Заправкаға да жеттік, Аллаға шүкір. Толтырып құйып алайын мен қазір оған. Негізі бұған трассада жүретін жігіттер жартыдан түсірмеу керек екен. Түсінген бұл машинаның багын жартыдан түсірмеу керек. Қазір құям о деген жоқ, жартыдан түсті ма болды сразу. Жарты болды ма құю керек сразу. Мынау Шымкенттен шыққалы 3-ші заправкамыз 12.400 теңге, 51 литр. Бұл жақта бензин қымбаттау сәл, Шымкентпен салыстырғанда. Ал орташа расход есептеп көреміз ба? Так, бұда енді 10 литр точно болмайды. 392 километр жүрген біз 51 литрмен. Мынау Шымкенттен Таразға дейінгі расход бағана есептеген тұр екен. Так, 51-ді бөлеміз. Так, 392, 3,92 тең. Вот, средний расход 13, Тараздан Қордайға дейінгі расход 13 литр болды. Енді жолда
шудың жолы нашар жүріп қалдым сол жақта. 2-3 болып. Одан кейін жел болды. И плюс оған перевалға шықтым. Содан кейін расход 13 литр. И нанттан 0-ге қоям қазір. Ал Алматыға да жетіп алдық, аман есен. Пробка басталды. Алматының пробкасы ғой. Қазір жүктерді егесіне тапсырып, аманаттарын егелеріне тапсырып, бір жерден тамақ жеп алып, обратно қайту керек срочно бүгін. Ертеңге қалып кетсең болды. Барлық жер демалыс, көп жер жұмыс істемейді. Жүк табу өте қиын болып қалады. Сол үшін бүгін кешігіп кетуге тырысу керек енді. Ал жігіттер, осы сапарымызды, видеомызды қорытындылайтын болсақ, қанша расход кетті. Шымкенттен шықтым, Шуға кірдім, Шудан кейін Алматы қаласына келдім. Енді бәріне қызық сұрақ, қанша расход, қанша болды. Оның ішінде бензинің бар, ішіп жеуің бар, және де платный дорога бар Қазавтожолға. Осыларды қосқанда 31 мың теңге кетті, барлығын общий алғанда. Енді бензинім пока бар. Бензинім бір палтичка ғана түсті. Қордайдан құйдым, полный өк, содан бір палтичка ғана түсті. Енді бұл машинамен 25 мың теңгеге кіріп келуге болады Шымкенттен Алматыға. 20-25 мыңның арасында кіріп келуге болады. Және де қалған ақша, өзіме таза қалған ақша енді 150 мыңның үстінде болды. Қалай ойлайсыздар, аз, көп, жақсы келдім ба? Өз ойларыңызды комментарийға жазып кетсеңіздер, соларды оқып көрейін. Соларды оқып отырам мен әр жазған комментарийларыңызды. Және де арнаға тіркелмесеңіздер, арнаға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ал жігіттер, жолдағыларға ақ жол, табыстарыңыз берекелі болсын.